кетсем жақсы болады ниеттеп жатам. Сол секілді армандарыңыз орындала берсін. Мына әр ұлттың әйелдерінің әртүрлі армандары бар екен. Мысалы, Европа халқының арманы әйелдерінің демалу. Жылына бір емес 3 рет демалады. Күйеулеріне таңның атысы, кештің батысы демалып келейік дейді екен. Ал орыс халқының әйелдерінің арманы күйеуіне арақ қойдыру. Оларда күйеуі арақ қойса, бітті, бәрі керемет болып көреді. Барлығын кешіреді. Жұмыстан кешіп кетсе де, ладно, зато он не пьет. Бірдеңе білдіріп қойса да, ладно, зато он не пьет. Тағы басқа бірдеңе білдіріп қойса, ну ладно, зато он не пьет дейді. А біздің қазақтың әйелдері бірінші арақ қойдырып алады. Түркістанға апарады, Балгерге апарады, таған жаққа апарады, дүкенге апарады, бірдеңе апарады, больницаға апарады, әйтеуір ағаларын шақырады, мамасын шақырады, енесін шақырады, жиналыс жасайды, бірдеңе етіп арақты қойдырады. Сосын ойлайсың, болған шығар, арақ қойдым қойдысым. Шаршап кетеді ау деймін, бір айдан кейін уже. Бір айдан кейін сені досыңмен араластыруды қойдырады. Анау сені ойлап жүрген жоқ. Анау что-то не то. Сол досың маған ұнамайды. Сонымен тіпті араласпашы, сонымен вообще сөйлеспеші, досыңмен араластырмай қояды. Одан кейін не керек? Уақыт өтеді, тағы ішіп пісіп кетеді ау деймін. Үйдің ішінде бір өзіңмен өзің бүйтіп жүрсең, не істеп жүрсің? Не жүрсің үйдің ішінде? Отырсайшы дейді. Жүруді қойдырады бар. Экран алдында телевизор қарап отырсаң да айтады, көзің ауырады, жатсайшы дейді. Бәрін қойдырып тастайды ғой. Мен соған риза боламын. Біздің әйелдер бірдеңе қойдыра ма, бәрін қойдырып тастайды ғой. Жолбарыс Сейфуллин. Қош келдіңіз, Сәке. Төрлетіңіз. Жоғары шығыңыз. Сәке, біз енді қазіргі қыздар ма? Өте қу болып баратыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын машинамен жүрген жігітке шыға беретін. Сөйтсе ол ағасының машинасы болып шықты, жұмыстағы машина болып шықты. А қазіргі қыздар тек паспортын қарап алады екен машина. Кімнің атында, үй кімнің атында, действительно соның атында ма, өтірік емес па деп кән. Өйткені ол қыздарға да реніш соқ секілді. Өйткені үйде аналары, ата-аналары тұрмысқа шығам десе, бірінші қоятын сұрағы, олар айтады, қайда істейді дейді жұмысты. Күйеу бала қай жерде жұмыс істейді дейді. Бірінші сол сұрақ қой. Сосын олар дайындайды, бүкіл документін жинайды ана күйеу баланы. Бүкіл документін жинап, үйге әкеліп береді. Папа, мама, күйеу бала осындай жерде істейді дейді. Сосын папа, мамалар бәрі үйдің ішінде отырады. Сосын жаңағы айтады, егер күйеу бала қазақ мыста немесе газ мұнай газда істесе, ата-аналар сразу айтады, ертең құдалыққа келсін дейді. Газ мұнай газда істесе. КТЖ-да істесе, Қазақстан темір жолында істесе айтады, арғы күні келсін да дейді. А самұрық қазынада істейді десе, бүгін кешке келсін дейді сразу. Айырып қалмау керек та, заман сондай. Өзіміз барайық деуде мүмкін. Өзіміз барайық, олар отыра берсін деп. Ал егер күйеу бала студент, спортсмен, мұғалім болса, ата-аналар бүйтеді. Енді қызым, сен енді есің бар, түсінесің ғой енді. Інің бітірсін оқуды, кішкене мына үйдің ішіне ремонт жасап алайық, кішкене мына жаз шыққанын күтейік дейді. Жаз шықса күз болсын, егін піссін дейді. Күзде айтса қыстап, соғым сояйық. Соза береді да. Әйтеуір ана жігітпен бір қосылмай қалар. Үміті қаз мұнай газ, самұрық қазына. А сіздердің кездеріңізде махаббат бірінші орында болады. Біздің кезімізде түк жоқ қой енді шыны керек. Түк жоқ қой дейсің. Түк жоқ қой, барасың, міне келдім дейсің. Түк жоқ. 8 наурыз әр жыл сайын тойланады ғой әулеттеріңізде. Әр жыл сайын жеңгемізге қалай гүл беруіміз? Әр мерекеде бересіз бе? Енді әр мерекеде береміз, бірақ үйге өтіп кеткенде береміз, или алдында береміз ғой біз. Себебі мерекеде үйде жоқпыз. Қазіргі осы гүл сататын дүкендерде осы мереке қарсаңында гүлдің жалпы өтуі және сұраныс қандай гүлдерде екен? Бірге тамашалайық. Гүлдер жылуға мен дайынсың ба? Осы жерден алайық, осы план дұрыс сияқты, дайынсың ғой? 1, 2, 3. Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі бағдарламамыз 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында сыйланатын ең керемет сыйлықтардың бірі гүлге байланысты болмақ. Түк деп. Тырылын. Кіре бер, есік жоқ. Сәлеметсіз ба? Саламатсыздар. Біз арнайы осы бағдарлама арқылы келіп жүрек. Гүл алуға ма? Жоқ, гүл алуға емес, осы бағдарлама жасап жатырық. Камераға түсіреміз сіздерді, жарнама жасаймыз. Камерамен жүрсің ба? Иә. Баршы. Ана камераның ашағына көзін ойып аламын. Қой, қолың сыймайды.
Уайымдамаңыз, біз бағдарлама жарнамасы дейміз, арнайы передача орысша. Осылай түсіндірейінші. Қай канал? КТК-дан келіп тұрмыз біз. Мен көрсетесіздер ма гүлдер? Көрсетеміз. Деп айтпайсыздар ма? Дайынсыз ба? Дайынмын. Ал кеттік ал. Осы 8 наурыз мереке қарсаңында сыйланатын осы гүлдер жөнінде айтсаңыз. Менде енді гүлдер ерекше. Менің гүлдерім бәрі ерекше, аттар да ерекше. Мысалы, менде мына гүл аты жеңгеге деген гүл. Яғни шаңырақта отымен кіріп, күлімен шығатын үйдегі жеңгелерге арналған ғой. Шаңырақта отымен кіріп, күлімен шығатын жеңгеге арналған гүлдер ар жағында тұрып 2-ақ мың теңге тұрады олар. Бұл сонда Мынау жұмыстағы бастықтың келіншектерге арналған гүл ғой. Мына гүлді бересіз жеңгеге, 25 мың теңге апарып. Бітті, жұмыста сен орынбасары боласың бастықтың. Рахмет. Бастық деген аты болмаса, бәрін шешеді үйдегі жеңгелер ғой. Сіз бәрін білесіз. Керемет. Анау қандай гүлдер? Мына гүлдер жөнінде. Мына гүл ма? Иә. Енді бұл гүлдің аты қызық енді. Тоқалға деген гүл. Тоқалға. Түсінікті? Сосын бұл гүлдің бір ерекшелігі, бұлар күндіз өтпейді. Кешкі сағат 9-дан былай қарай өтеді бұл гүлдер. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Келе беріңіз, уайымдамаңыз, барлығы дұрыс. Саламатсыз, гүл алуға келдіңіз ба? Иә, жақсы, маған бір сыйлауға бір ұялмайтын, бір бағалы, қымбат бір гүл керек еді, жақсы. Сыйлауға ұялмайтын, бағалы. Мына гүлді алыңыз. Ол қанша тұрады? 25 мың теңге тұрады. Ұялмай сыйлайсыз. 25 мың, жақсы екен. Сіздерде бұл гүлдерге алған несіне бағасына жаңағы фискальный чек, счет, фактура бәрін бере ма? Чегіңді де, фискальніңді де бәрін қосып береміз гүліңді. Онда осы 25 мыңның гүлін 40 мың деп жазып бересіз ба маған чекке? 25 мың гүлін 40 мың. 40 мың деп, аха. Болды. Гүля, 25 мың гүлін 40 мың деп жазып берші чекке. Иә, мен қазір орап дайындап қойыңыз, бір айдан. Болды, шешімді, ақыр. Кешіріңіз, ақыры келдім ғой дүкеніне. Неге маған енеме жақсы бір гүл сыйлайын деп едім. Бір енеге деген гүл бар ма сізде? Енеге деген гүл бар? Енемді қуантайын деп едім ғой жылына бір рет. Менде таусылып қалды енеге деген гүл. Көрші бутикке баршы. Аға сояқта береді. Енеге деп сұрайын ғой, Жоқ, ояқта енеге деп сұрама, олар білмейді. Бұрынғы атымен айта берші. Не деп? Кактус деп. Рахмет, жақсы. Кактус деп айта берем. Олар неше түрлі адамдар бар енді. Олар кімдер? Госслужбада жұмыс істейдер қандай 25-30 мың гүлдерін 50 мың 60 мың деп жаздырып алады да, үстіне ақша көреді бастықтардан. Олар да түсіну керек былай. Керемет. Осы мысалға кураторға, группаласқа, класстасқа, бір туған күнге деген бір гүлдер болады ма сізде? Сен айтып тұрған анау ғой. Амал жоқ деген гүл ғой. Амал жоқ? Мына қыздар жігіттердің мейрамда жігіттерге сыйлық береді. Ана мұғалімдер оқушыларға көмектеседі. Сол кезде амал жоқтан қайтару керек болады ғой. Сен амал жоқ деп қойды осы гүлдің аты. Амал жоқ деген. Амал жоқ деген гүлдер. Анау теңге ма, 2 мың теңге ма тұрады? 1000-2000 теңге. Мына гүлдеріңіз де өте. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Келе беріңіз, уайымдамаңыз. Гүл алуға келдіңіз ба? Түсер береді. Жақсы ғой бар. Оп, мән бермей ояқ. Гүл керек па? Қаншадан бағасын айтып жүрші маған. Алайда кетейін. Енді менде гүлдер әртүрлі бағасы. 50 мыңнан 1000-2 мыңға дейін. Мына гүліңіз қанша? 50 мың. 40-қа берем саған. 40 мың теңге. Берші, не? Аха. Мына гүл 30 мың. 30 мың. 20 мыңға берем саған. 20 мың. Мына гүл 10 мың. 10 мың. 5 мыңға берем. 5 мыңға бересің. Мына гүл 5 мың. 5 мың. 3 мыңға берем. 3 мыңға бересің. Үстіне 2 мың қосып бересің. 3 мыңға берем. Шатасып кеттік қой, қайтадан айтшы. Мынау 50 мың. 40 мыңға бересің. Иә. Иә? Мынау 30 мың. 20 мыңға бересің. Иә. Мынау 10 мың. 5 мыңға бересің. Мынау 5 мың. 2 мыңға бересің. Қайсыны аласың? Мен ғой сатушы мында ұштырып тұр. Жоқ, айттым ғой бағасын 50 мыңнан 3 мыңға дейін түстім. Қайсыны аласың? Мынаны аламын деші. Болды, мен жаттап қалдым ғой. Аха, қайсыны аласың? Мен алмаймын. Саған нема көмекші керек емес қасыңа сатушы ма? Кетші жақтағын айтты. Гүл алуға келіп тұрған шығарсың. Бар ей. Алмаймын. Осы 8 наурыз аналардың мейрамы болғаннан кейін анаға деген гүл бар ма сізде? Анаға деген гүл ма? Иә, анаға деген гүл. Ана жерде тұр, былтырдан қалған распродажа. Қалай былтырдан қалған? Бұл аналардың мейрамы ғой, сонда анаға деген гүл дұрыс қой, сен түсініп тұрмын ғой, мейрам аналардікі. Бірақ ол гүлдер бізде аз өтеді. Мына гүлдер өтетін жеңгеге, тоқалға, если что, амал жоқ. Аналарға деген гүл аз өтеді бізде. Сізге үлкен рахмет. Енді бұны бағдарламамызға түсінікті болу үшін есіміңізді айтсаңыз. Менің есімім Гүлдәурен. Ер адамның аты қалай Гүлдәурен? Жоқ, сен түсінбедің. Негізі менің атым Дәурен. Гүл сатам ғой. Гүлдәурен деп қойып сосын. Атың жапырақ болмағанына шүкір, осы кезде гүл жапырақ деп тұратын екен. Қалжың әрине, рахмет.
көп рахмет. Стоп. Болды иә? Жақсы. Барлығы бітті. Неше түрлі адам бар қазір. Ассалаумағалейкум. Сейфуллин жолбарыс? Енді еңкейіп тұрған екен біле бермейсің ба кімнің келгенін? Мәссаған. Сенің атың кім? Менің атым ба? Гүлдәурен. Әдемі екен атың. Фамилиям? Фамилиям менің. Фамилия жоқ менде. Сәке, Фамилияң Гүл ғой сен. біздің кәдімгі магазин келіп тұрсыз ба біздің дүкенге? Анаға деген гүл берші маған. Анаған емес па? Анаға? Кім? Анаған емес па деген? Жоқ, анаға. Анаңызға гүл алуға келдіңіз ба? Мәссаған. Білмейді, мен кәдімгідей қуанып тұрмын, қараңыздаршы. Арасырақ өткізіп жібереді. Сейфуллин аға, енді сізге бір өтініш бар. Мына гүлді мен сізге сатпай ақ қояйын. Тегін ақ берейінші, бірақ сіз бізге бір күшті ән орындап беріңізші. Келесі әнімді бүкіл аналардың